Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен Гүлжана, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін видеода кірпік ламинаты жасау үшін мен өзім қандай материалдармен қолданамын, соған полный разбор жасалынады. Кірпік ламинаты ол сән-салондағы жаңа процедура. Ол кірпіктің құрылымын ұзартады, бұралайды және нығайтатын процедура болып келеді. Процедура өзіне кейінгі ұзақ уақыт туш және басқа да сәндік косметиканы қолданбауға мүмкіндік береді. Кірпікті ламинаттау күрделі косметикалық процедураның бірі болғандықтан ол бірнеше кезеңнен тұрады. Осы видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ал енді бастайық. Достар, ең алдымен бізге мицеллярная вода қажет. Мицеллярка водамен біз кірпіктерімнің шаңдарын сүртеміз. Кейбір клиенттер бізде макияжбен де келеді процедураға. Сол үшін соның бәрін жақсылап сүртіп аламыз. Келесі қыздар, бұл бізде патчи. Патчимен қыздар астыңғы кірпіктеріміз бізге кедергі жасамас үшін жабыстырамыз. Келесі бізге достар, бізге валики керек. Мен өзіме 4 барын ғана алдым. Бұл жерде бізде М, М1, М2 және L деген размерін алған болатынмын. Клиенттің кірпіктері әртүрлі болғандықтан біз әртүрлі валики қолданамыз. Мен мысалы сіздерге қазір М1-ді ашып көрсетейін. Міне достар, қараңыздар, мен сіздерге қазір валикиді ашып көрсетемін. Клиенттің кірпігі валиктің сызығынан асып кетпеу керек, соған мән береміз достар. Достар, және де бұл валикиларға изгибқа да байланысты екен. Мысалға біз S ең маленький изгибті алсақ, S дегенде изгиб жоқ, яғни қайрылмайды валик. Оған біз кірпік жабыстырған кезде кірпіктеріміз тік болып жоғарыға қарап тұрады. Ал егер біз осындай М, М2 солармен қолданатын болсақ, оларда кішкене изгиб бар. Сол үшін оны жабыстырған кезде кірпігіміз қайрылып шығады. Достар, келесі бізге міне валикиді таңдап болғаннан кейін бізге клей керек. Мен Элами составымен қолданамын достар. Элами составы өте керемет состав, маған қатты ұнады. Сіздерге де осы составпен қолдануға кеңес беремін. Эламиді жақсылап тұрып, жаңағы валикаға жағып аламыз және де кірпіктерімізді қайыру процесін бастаймыз. Кірпіктерімізді қайырып болғаннан кейін келесі біз состав жағу процесін бастаймыз. Ол үшін бізге бірінші состав керек Эламидің. Достар, бірінші состав кірпіктің қабыршақтарын ашады. Ұстау уақыты 7-10 минут. Бірінші составтың уақыты біткеннен кейін ватный палочкамен жақсылап сүртіп алып, екінші состав жағу процесін бастаймыз. Достар, екінші состав бізде кірпіктің қабыршақтарын жабады. Бұралау процесін сақтайды. Екінші состав біткеннен кейін тағы да ватный палочкамен жақсылап сүртіп болғаннан кейін біз осындай краска қолданамыз. Мен осындай Bronsan фирмасымен қолданамын. Красканың ұстау уақыты 6-8 минут. Келесі красканың уақыты біткеннен кейін красканы жақсылап тағы да ватный дискімен сүртіп аламыз, сосын үшінші составты жағамыз. Үшінші состав жаққан кезде біз минутқа ұстамаймыз, сразу кірпіктеріміз осы валикадан ажыратылады. Және соңғы состав бізде ботекс. Ботексті клиенттің кірпіктеріне жағып береміз. Достар, мынау бізде аппликатор. Аппликатор деген ол жаңа кірпікті валикаға жабыстырған кезде араларын ашатын құрал. Егер де сіздерде осындай аппликатор болмаса, онда наращивание ресницаға арналған пинцеттермен қайырсаңыз болады. Және де осындай щетка керек сіздерге. Достар, бұл бізде микробрашка. Микробрашкамен біз составтарды жаққан өте ыңғайлы. Сол үшін осындай микробрашканы қолданыңыздар. Ламинирование процедурасы біткеннен кейін қыздар осындай ережені айтуға ұмытпаңыздар. Яғни клиент бір күн бойы суға тигізбеу керек. Ешқандай туш, ешқандай крем, ешқандай масло қолдануға болмайды. Достар, осымен мен видеом аяқталды. Комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар.